Автобустағы жағдай. Мен күндегідей таңғы 7-те тұрдым. Яғни дәлірек айтқанда 7 емес, 10-да тұрдым. Суға түсіп алдым. Суға түскенде жай ғана қолымды жуып алдым. Сол да жетеді. Содан кейін бір аяқ шай ішіп алдым. Содан кейін тағы ішіп алдым. Тағы бір стакан іштім. Әбден шөлдеп қалыппын. Болды, осымен тоқта. Бар киімімді киіп алдым да остановкаға қарай шықтым. Ол жерде мені не түрлі сюрприздер күтіп тұрған шығар. Автобус жоқ, адамдар көп. Уақытты бос өткізбеу үшін телефонда 1-2 ойын ойнап алдым. Міне, автобуста келді. Есік ашылды. Есік ашылса, ішіндегі адамдар маған арт қарап тұр екен. Содан автобустағы ең жақсы орынға орналастым. Ол есік алдында қыстырылып тұру. Оның үстіне туалетке де барғым келіп тұр. Ал баратын жерге әлі жарты сағат бар. Есіктің алдында ортаға қарай бардым. Сөйтсем қасымдағы адамның қолтығынан ароматы свежих фруктың иісі шығып тұр екен. Содан оның ароматына әлі 20 минуттай рахаттанып барады екенмін. Остановкаға да жеттім. Түсіп жұмысыма жақындай берген кезде бүгін демалыс екен есіме түсіп кетті. Мен керемет! Бүгін демалыс екен ғой деп остановкаға қарай кері қайттым. Ал кері қайтқанымдағы сюрприз басқаша. Каналға жазыл да қызықты анимацияларды көр.